жас зерттеушілер. Сәлеметсіздер. Зерттеу алаңына қош келдіңдер. Мен Қалыбек Қалқыман Қанат қызым. Мен Аю Ерімбайқызы. Балалар, сіздер бүгінгі біздің зерттеу алаңымызда Жанартау дегенді білесіңдер ме? Иә. Оны қайдан білесіңдер? Телевизордан. Телевизордан көрдіңдер, иә? Иә. Телевизорда көргенде қандай болып отыр? От өтті. Тауықтар оларға от болады. Енді сол бүгін бізге осы Жанартау қалай болады, соны біз зерттеуде. Бұл Жанартау дегенде астында ыстық сұйық болады балалар. Оны магма Жанартау оянғанда дұрыс айтасың ба? Ол топ шашылады. Бірақ ол тез басылып суып қалады екен, иә? Кәнекей орында біз тәжірибе жасайық. Бізге керек заттар су, содан кейін бар ас содасы, лимон қышқылы, содан кейін бояу және қасықпен бізге қылқалам керек. Кәнекей бәріміз бірге, бірінші су құйып алайық, иә? Бізде Жанартауымызға су құйып алайық. Су құйдық. Енді ол суға 2 ас қасық нан сода қосайық. Нан содасын қостым. Қарауылдар балалар, көрдіңдер ме? Нан сода қостым. Енді оған біздің вулканымыздың түсі шығу үшін қандай түс қосамыз балалар? Қандай түс? Қызыл, жарайды, онда қызыл түс қосайық, иә? Қызыл түс қосайық. Мінекей. Қызыл бою қостық, иә? Енді балалар, оған біз не қосамыз? Лимон қышқылын қосайық. Мінекей балалар, не болды біздің Жанартауымыз? Атылады, мінекей оянды, иә? Жанартауымыз оянды, және ол тез тынышталады екен, иә балалар? Мінекей көрдіңдер ғой? Бұл астында магнум ыстық сұйықтығымыз, өстіп Жанартауымыз оянғанда атылады екен.